Барлықтарыңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай өте дәмді, қамыры жұқа, шикі болмайтын пицца жасайтын боламыз. Ол үшін менімен бірге видеоның соңына шейін болыңыздар. Бірінші қамырына кірісеміз. Ең алдымен таза құрғақ ыдысымызды алып, оның үстіне ыстық сүтімізді құямыз. Сол сүттің үстінен қолдың сары майын, болмаса маргарин да бола береді, соны салып, тозымызды салып, маргариніміз ерігенше жаңағы ыстық сүттің үстінде араластырамыз. Барлығын араластырып болған соң, оның үстіне тағы да жылы бір пиала суымызды құямыз. Міне барлығын араластырдық, толық маргариніміз еріді. Енді жаңағы сұйықтығымыздың үстінен ашытқымызды салып, ашытқымыз жақсылап ерігенше тағы да араластырып шығамыз. Ашытқымыз толық еріді. Енді оның үстінен еліктен өткізіп, ұнымызды бәрін бірден салмай, аз-аздан бөліп салып, жұмсақ қылып қамырымызды илеп шығамыз. Міне қамырымызды илеп болдық. Енді 1 сағат немесе 40 минутқа жылы жерге қоямыз. Міне менің қамырым 40 минутта толық ашып шықты. Көріп тұрғандарыңыздай жақсы болып, жұмсақ болып көтерілген. Енді қамырымызды ыдысымыздан алып, 2 немесе өздеріңізде қанша шығады мөлшеріне қарай, соған қарай бөліп аламыз. Менде осы ашытқан қамырымыз 2 бөлікке бөлдім, яғни 2 пицца шығады. Қамырымызды 2-ке бөліп, 2 суалаға дөңгелек қылып жасап аламыз. Дөңгелек жасалған қамырымызды алып, оқтаймен емес, мен қолдың көмегімен осылай басып созамын. Қолдың көмегімен басып табамызға қоямыз. Қамырымызды жайып табамызға орналастырып болған соң, енді бетіне жағатын соусымызды жағамыз. Мен бұл жерде банкіге жабылған икра болады помидордан, соны қосып жатырмын. Өз қалауларыңыз осындай сицебили или осындай икраларыңыз болса, соны қосуға болады, болмаса майонез бен кетчупты араластырып. Негізі өзінің соусы бар, пиццаға арналған, сол соуспен де жасауға болады. Оны келесі видеода сіздермен бөлісетін боламын. Не болмай бара жатса, егер асығыс болсаңыз, осындай қысқа жабылған банкінің сицебили, икра, осындай түрлерін алып жақсаңыздар болады, өте дәмді болып шығады. Мен шұжықты осындай майда-майда бөліктерге бөліп алдым. Өз қалауларыңыз шұжықтарымызды орналастырып, оның үстіне помидорымызды қойып, 200 градуста пиццамыз піскенше пісіріп аламыз. Міне пиццамыз пісіп шықты. Енді пышақты алып, қамырын ашып көреміз. Көріп тұрғандай піскен. Енді осы піскен пиццамыздың бетіне үккіштен алдын ала өткізіп дайын тұрған сырымызды салып, тағы да 4-5 минутқа сырымыз ерігенше салып пісіріп аламыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай біздің пиццамыз дайын болды. Бізге ас болсын. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Қамыры жұмсақ болып, шикі болмай, қатып қалмай, әдемі болып пісті. Бізге ас болсын. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Мен сіздермен күн сайын түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар. Рахмет.